Қайырлы кеш қымбатты көрермен. Өркен Медиа арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Айдана Несіпбай. Әуелі андатпаға кезек берейік. Бағаны тұрақтандыру. Азық-түліктерді арзан бағада қайдан алуға болады? Бүгінде 25 дүкен иесімен азық-түлік тауарларын нарықтап төмен бағамен сату туралы меморандум жасалды. Су тасқынына сақадай сай. Балқаштық құтқарушылар көктемгі су тасқыны кезеңіне дайын. Су басқан жағдайда электр қуаты мен газды өшіру қажет, және өзімен бірге ең керекті заттарды алуы керек. Ер есімі ел есінде. Балқаштық әскери ұшқыш майор Еркін Үдербаевты еске алуға арналған шағын футболдан турнир өтті. Біздің жүрегімізде өзінің қарапайымдылығымен, адамгершілігімен және де бізге нұсқаушы ретінде болып табылатын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Германияда іс-сапарымен болып қайтты. Президент қауіпсіздік жөніндегі 56-шы Мюнхен конференциясына қатысу үшін Мюнхен қаласына барды. Онда ол бірнеше мемлекеттің көшбасшыларымен кездесті. Канада мен Кувейттің премьер-министрлерімен және Әзербайжан мен Ауғанстанның президенттерімен кездесті. Конференцияда Қасым-Жомарт Тоқаев аймақтық қауіпсіздік мәселелеріне қатысты пікірталасқа қатысып, географиялық орналасудың маңызы, Орталық Азия туралы әңгіме тақырыбында сөз сөйледі. Іс-шара қызу пікірталас форматында өтті. Онда баяндамашылар модератордың сұрақтарына жауап беріп, Орталық Азиядағы қауіпсіздік проблемаларын шешу туралы өз ойларын ортаға салды. Тоқаев аймақтың рөлі туралы айта келе, оның жаһандық геосаясаттағы орны арта түседі деген пікір білдірді. Президент форум қатысушыларына Қазақстанның сыртқы саяси басымдықтары, еліміздің Ресеймен, Қытаймен, ақш-пен, сондай Ауғанстанмен қарым-қатынас туралы хабарлады. Кездесуде өңірлік қауіпсіздік мәселелері де талқыланды. Мемлекет басшысы есірткі тасымалымен күрес шаралары және Жусан мен Русафа операцияларының нәтижелеріне тоқтала отырып, Қазақстанның лаңкестікке қарсы іс-қимылдағы үлесі туралы айтты. Өзіңіз байқасаңыздар, бүгін Қазақстан президентіне қойылған сұрақтар түрлі тақырыптарды қамтыды. Аймақтық қауіпсіздік, Сирия мен Ауғанстандағы қазіргі жағдай, Орталық Азия аймағының саяси экономикалық дамуы. Қазақстанда жиналыстарды өткізу туралы хабарлау рәсімі алғаш рет қолданылады. Талқыланып жатқан құжат бейбіт жиналыс өткізуді мақұлдау процесін еркін ырықтандыруға мүмкіндік береді. Хабарлама беру тәртібі уәкілетті органнан қандай да бір жауап немесе келісім алмай-ақ 250-ден көп емес адам қатысатын жиындарды өткізу үшін қарастырылған. Заң жобасы хабарламаларды немесе өтініштерді қараудың нақты және түсінікті ретін құруға мүмкіндік береді. Заң жобасы бейбіт жиналыстардың негізгі қағидаттарын енгізуге мүмкіндік береді. Олардың арасында ең алдымен зорлық-зомбылыққа, күштеуге тыйым салу, заңдылық, мемлекеттік қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті, денсаулық сақтауды, өзгелердің құқықтары мен бостандықтарын қорғауды және ең бастысы қатысу еркіндігін қамтамасыз ету бар. Одан бөлек заң жобасында бейбіт жиындарда ұйымдастырушылардың, қатысушылар мен журналистердің мәртебесін, құқықтары мен міндеттерін бекіту қарастырылған. Жаңа заңда ұйымдастырушылар мен қатысушылардың мәртебесіне, құқықтары мен міндеттеріне анықтама беру ұсынылады. Сонымен бірге заң жобасында бейбіт жиналыс еркіндігін бұзатын шешімдер мен әрекеттерге шағымдануға мүмкіндік беретін бап енгізу қарастырылған. Рұқсат етілмеген митингтерден аулақ болыңыздар. Бейбітшілік пен келісімді сақтау қоғамның басты міндеті болып табылады. Билік өкілдері барлық мәселелерді диалог жолымен шешуге шақырады. Билік барлық құрылымдық күштермен сұхбат жүргізуге дайын. Рұқсат етілмеген шеруге шақырушылардың мақсаты бір ғана. Ол қоғамдық саяси жағдайдың тұрақсыздығын қалыптастыру. Қаламызда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру үшін мониторинг жүргізілуде. Бүгінде шаһарымызда 2 әлеуметтік павильон және 1 коммуналдық дүкен бар. Мұндағы тауарлар нарықтағы бағадан әлдеқайда төмен. Әлеуметтік дүкендерде картоп, сәбіз, қырыққабат, пияз секілді көкөністерден басқа күріш, қарақұмық, қант, макарон өнімдері де жеткілікті. Мәселен, ағымдағы жылдың 14 ақпан күні облыстық тұрақтандыру қорынан бағаны ұстап тұру мақсатында қаламызға 500 келі күріш, 1 тонна қарақұмық, 160 литр күнбағыс майы және 1 тоннадан астам қырыққабат әкелінді. Бағасы қол жетімді өнімдерді Сартерек коммуналдық дүкені мен Ақтоғай және Алтынбеков әлеуметтік павильондарының сөрелерінен көруге болады.
На сегодняшний день заключено 25 меморандумов. Бүгінде 25 дүкен иесімен азық-түлік тауарларын нарықтап төмен бағамен сату туралы меморандум жасалды. Қаламыздағы әлеуметтік павильондар мен коммуналдық дүкендердегі тауарлардың қайдан келетініне, оның дұрыс сақталуына, саудаға рұқсатына, тауар үстемесіне тұрақты түрде мониторинг жүргізіледі. Балқаштық құтқарушылар көктемгі су тасқыны кезеңіне дайындалып жатыр. Мамандар профилактикалық жұмыстар жүргізіп, жеке меншік секторы тұрғындарына төтенше жағдайлар кезіндегі қажетті шаралар туралы хабарлауда. Құтқарушылар су тасқынының алдын алу мақсатында жоспар әзірлеген. Мәселен, ақпан айының соңында төтенше жағдайлар мамандары үшін оқу-жаттығу өтпек. Онда жеке құрам мен техникалар таныстырылады. Құтқарушылар жеке меншік секторы тұрғындарына ауласын қардан уақытылы тазартуға, көлдің бетіне шықпауға және төтенше жағдай орын алған кезде 112 нөміріне қоңырау шалуға кеңес береді. В целях исключения, скажем, подтопления придворовой. Ауланың аумақтарын су баспау үшін тұрғындар ауласындағы қарды уақытылы тазалау керек. Бізде нөсер мен қардың еріген суы үшін пайдаланатын арық жүйесі бар. Оған шлак пен тұрмыстық қоқысты төгуге болмайды. Су басқан жағдайда электр қуаты мен газды өшіру қажет және өзімен бірге ең керекті заттарды алуы керек. Көп балалы 45 жасқа дейінгі аналардың назарына. Халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай шаһарымызда байқау өтеді. Қатысамын десеңіздер, сұраныстар наурыздың 3-не дейін қабылданады. Ана деген теңдесі жоқ ұлылық конкурсы бірнеше кезеңнен тұрады. Таныстыру, одан соң үй тапсырмасы, әр ана өз қолымен әзірлеген қолөнер бұйымы немесе тағам түрін әкеледі. Отбасы тақырыбына қатысты сұрақтар да қойылады. Соңғы кезең шығармашылық болмақ. Конкурс жеңімпаздары дипломдармен, ынталандыру сыйлықтарымен марапатталады. Шығармашылық байқау бойынша, мысалы, жаңағы мерейтойлар бар ғой біздің Арнаулы өзіміздің осы жылға. Солардан жаңаға Абай Құнанбаевтың өлеңдерін оқуға болады. Немесе жаңа Ескендір Хасанғалиевтің, Шәмші Қалдаяқовтың әндерін орындауға болады. Сұраныс хат бойынша Хамзин атындағы Мәдениет сарайының 3-ші этаж 14-ші кабинетке келіп тапсыруға болады. Немесе ережеде көрсетілген электрондық почта арқылы жіберуге болады. Құрметті аналар, байқауымызға келіңіздер, қатысыңыздар, мәдени іс-шараларымызға атсалысыңыздар. Қаламызда әскери ұшқыш майор Еркін Үдербаевты еске алуға арналған шағын футболдан турнир өтті. Еркін Үдербаев осыдан 3 жыл бұрын отбасымен бірге апаттық өрт жағдайында қаза болған еді. Марқұмның рухына тағзым етуші әріптестері жыл сайын дәстүрлі түрде аяқ доп жарысын өткізеді. Биылғы турнир қалай өтті? Қай команда жеңіске жетті? Толығырақ келесі бейнематериалда. Турнирді ұйымдастырып отырған 53-898 әскери бөлімінің қызметкерлері сап түзеген командаларға сәттілік тіледі. Еркін Үдербаев әскери бөлімінің әскери ұшқышы майоры болған. Бірге еңбек еткен әріптестері биыл 3-ші жыл еске алу турнирін өткізіп отыр. Майор Сайланұлы Еркін Үдербаев 2017 жылы 11-ші ақпан күні отбасымен бірге апаттық өрт жағдайында бұл дүниеден озды. 33 жасында әскери бөлімде алған лауазым қызметі командир эскадрильяның тәрбие және идеологиялық жөніндегі орынбасар болып табылды. Біздің жүрегімізде өзінің қарапайымдылығымен, адамгершілігімен және де бізге нұсқаушы ретінде болып табылатын. Футболдан өткен шағын турнирге мемлекеттік қызметкерлер қатысуда. Барлығы 12 команда. Кубок ауыспалы болып табылады. Былтырғы жылы кубокты өрт сөндірушілер иеленген болатын. Өрт сөндірушілер Балқаш гарнизонының әскери бөлімшелері, бұлар Арсенал, орта дирекция және өзіміздің авиациялық оқу орталығы, соның кейін ГУВД акиматтан 2 команда қосылады. Барлығы 12 команда. Әрбір команда 4 группаға бөлінген. 4 группадан 2 жеңімпаз команда шығады. 12 команданың ойын қорытындысы мынадай болды. Бірінші орынды 5-ші өрт сөндіруші мекеме иеленді. Екінші орын 53-898 әскери бөлімінде. Ал ұлттық қауіпсіздік мекемесі болса 3-ші орында. Жеңімпаз командалар кубокпен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Рауан Ерболатова, Балабек Көпжанов, Өркен медиа. Қымбатты көрермен, арна тілшілерінің бүгінгі дайындаған ақпараттар легі осындай. Келесі эфирде жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.